Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құлпынайдың пайдасымен таныстырғым келеді. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз дұрыс болады. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері аурулары мен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама-қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тамағыңызды ішіп болғаннан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеуіңіз керек. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңіз жетеді. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені органикалық қышқылдар, флавоноидтер түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Құлпынай жеп сұлулығыңызды сақтаңыз және денсаулығыңызды күтіп жүріңіз. Назарларыңызға рахмет.